Al dostlar, Çelapok size жақындар ма? Келдім мен. Сәлем достар. Достар, сіздер Сезім және Медина каналындасыздар, достар. Бізде бүгін жаңа контент болады, достар. Яғни білесіздер, бетімді, достар, екі қызым Çelapoktың суретін салатын болады. Ол үшін бізге, достар, қараңыздар, мынандай заттар керек, достар. Мынандай краскілер әртүрлі, қалып, жаңағыдай маркерлер, достар. Осындай маркерлер, сосын тағы да мынандай кішкене жіткіс сұйықтық керек, достар. Міне осындай заттарды қолдану арқылы, достар, біздің қазір менің бетімді боятын болады, достар. Бізбен соңында болыңыздар, нәтижесін көресіңдер, достар. Ал достар, біздің суретшілер дайын, достар, Сезім және Медина. Енді қараңыздар, достар, қазір нәтижесін көретін боласыздар, достар, сразу қазір қызық болады, достар. Ал олай болса, давайте суретшілерге Сәттілік. Сәттілік, давай, бастаңдар. Ал бастаңыз. Ал Көзін жұмып тұр. Күшті болып салып жатыр уже. Қазір формасын бірінші келтіріп алады, сосын үстін қызыл краскамен бояп шығатын болады. Контур жасап алып жатыр қазір міне. Осыны қазір краскамен бояп шығатын болады. достар, шын айтсам, кішкене жаңағыдай приятное ощущение, достар. Күшті шығып жатыр, күшті. Ал достар, мен қараңыздар, контурды сызды, өш қараңыздар, көзімді, жаңағыдай бет жағымдағы сызықтар. Мен достар, четінде қалып тұр, четін сызады, екі қыз арғадай қызылмен боятын болды. Просто достар, сіздерге жаңағыдай көрсетіп жатқан достар, сіздерге жаңағыдай не болсын деп өзіңізді сызып беретін болсаңыздар, осылай аккуратно сызасыздар. Әсіресе достар, қараңыздар, көзі байқаңыздар, көзді жұмып тұрыңыздар, көзді жұмып аккуратно жасаңыздар. Қараңыздар, жақын жасамаңыздар, алыс жасаңыздар. Ал сәттілік, олай болса келесі біздер бояй беріңдер. Четтерін боятын болады. Медина уже әдем бояп қойды. Вау, әдем шықты. Ал достар, бұл қарапайым маркермен, көрдіңіздер ме? Қарапайым маркермен осындай сурет шығатын болады. Енді ішін қызылға бояйтын болады. Келесі болды ма? Болды. Енді ана краскілерді әкеп алыңдар, бетін бояйды. Енді олай болса, достар, енді бос жердің барлығын қызыл түспен боятын болады, достар. Давай, Медина, сен екеуің бірін көмектесіңдер, өзі сен красканы ұстап тұрды. Бірінші Медина боясы, сосын сен. Достар, бізде уже қызылды красканы жағып жатыр. Қазір қызыл красканы жағатын болады, сосын үстінен контур жүргізетін болады. Достар, біз әкемнің бетін бірінші рет бояп тұрмыз. Қыздар да уайымдап тұр. Медина боя берсейші. Достар, яғни қыздар мен бетімді бірінші рет бояп тұр ғой. Уайымдап тұр, бір жерін ауыртып алмадық па, әкешім ауырып жатқан жоқ па деп қайта сұрақ қой. Ауырған болса жаңағы не ғой, тек қана сол көздің мәселесі ғой. Иә, күшті боялып жатыр. Мына, қалай көрдіңіздер ма? Әдем шығып жатыр. Қолдармен нетіп қойсаңдар болады, если кисточка нетіп жатса. Мына бізде жидкий краска. Достар, мынандай болады, қарасаңыздар. Мынандай болады, достар. Осындай краска болады. Әдем жағылады екен, бірақ цвет әдем қанық екен, қып-қызыл. Мына жақта Сезім көмектесіп тұр Мединаға, қазір Медина Сезімге көмектесетін болады. Соткан дауысын жая басаш. Міне әдем шығып жатыр, бірақ қазір енді контур жүргізетін болады, үстілеріне күштілеп. Боя бер, молодец, Медина күшті бояп жатыр. Күшті. Әлі бұл бетті қазір жақып боламыз, Медина, потому что екеу бірге не үшін жақпай жатыр десеңіздер, қазір Медина жақып болғаннан кейін, пока кепкенше Сезімкін жаға тұрамыз, сосын үстіне контур жүргізетін боламыз. Күшті шығады. Цветі қанық шығады, әдем шығып жатыр ғой, цветі прям. Достар, сондықтан бағанағы қайта айта кетейін, достар. Мынандай
арнайы сұйықтық достар. Бұл краска кішкене қою сапалы жағылады достар. Жақсы екен, цвет әдемі екен. Күшті жағылып жатыр. Жаға бер мені. Үстінен сол қара болған жерлерді контурлар үстін басып жағып жіберсеңдер болады. Міне бір беті уже қызылға боялды. Міне қараңыздар, қандай әдемі қанық түс шықты, қараңыздар. Енді екінші бетін Сезім бояп бастады. Медина көмектесіп тұр. Міне қараңыздар, Сезім дата көстіп уайымдап қобалжып тұр. Жай ақырын әкем бетін ауырды ойын деп ақырын бояп тұр. Күшті боялып жатыр, цветін ұнап тұр маған, бәрімізге ұнап тұр. Результаты қалай болатынын көресіздер, соңына дейін қараңыздар. Міне достар, күшті шығып жатыр міне. Әдемі бояп жатыр, сегіз қып. Мына бетін көрсетіп қойайын міне. Мына беті сплошно әдемі шыққан, көрдіңіздер ма? Қандай әдемі шықты. Бұрын достар, мен кішкентай кезде жаңағыдай маска киетін жаңағы человек достар, пластмасс ба, әлде де сатылады ғой. Бірақ ол баяғыдай мода емес достар. Қазір енді осындай краскамен беттің үстіне бояйды ғой. Бұрын жаңағы маска тағатын болған достар, көз көрінетін ше. Сондай қызық болған біздің кезде, бала кезде. Ал қазір енді осылай живой бетке бояйды. Енді шыны керек жаңағы краскалар көзді кішкене қата бастап жатыр. Бет қатып жатыр ма? Иә, бет қата бастап жатыр, өзі сезіледі достар. Күшті жатыр. Иә достар, міне осылай өздеріңізде үй жағдайында сызсаңыздар болады достар, иә? Иә, қазір человек паук деген хит болып жатыр ғой. Иә. Тренд болып жатыр, тренд. Иә, біз де сол трендтен қалмайық деп осылай бояп жатырған жөніміз бар. Күшті шығып жатыр, күшті. Результатын көру үшін соңына дейін қараңыздар обязательно. Иә, достар, бізге видеоға жаңағы 70-80% достар подписка жасамай көреді достар. Сондықтан біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар достар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз әрдайым сіздерге, өзімізге де пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз достар. Достар, біз енді мына жақтан сызықтарын сызу керек. Давай, сыза бер, көрсетемін. Сызу керек. Кішкене алыс сызбасаң, Медина. Сезім алыс сызбасаң кішкене. А то дұрыс көрінбей қалады деп отқаным ғой. Иә, достар, жаңағы өрмекші сызықтарын сызып отыр, достар. Иә. Былайша айтқанда, последний штрих дейді достар, иә? Соңғы уже этаптар. Яғни осыны сызса, өрмекшіні жақсылап жаңағы төрт үшті, жаңағы ромб сияқты фигураларды сызып болғаннан кейін біздің жаңағы маска дайын болады достар. Күшті жатыр, айта кетейік, сол тура қыздар сол орында тұрған жерлерімен сызып тұр. Әдем. Күшті шығып жатыр барлығы. Қараңыздар, контурлар бірақ қисқып жатыр, бірақ қазір үстінен сызғаннан кейін ол дұрысталып кетеді, бала болғаннан кейін. Бірақ өздеріне сай әдемі шығып жатыр, өте әдемі шығып жатыр. Иә, достар, жалпы енді ең жаңағыдай приятно дейді ғой, достар, маған болды, өйткені достар, міне уже бетінен біразын сызып тастады Сезім. Медина әлі шекесін сызып жатыр. Достар, қараңыздар, егер маркер өзі сухой болып жатса, достар, әрине ол сухой болады. Мен достар, яллонг деген жаңағыдай красканың түрі бар. Жидкий краска ғой тоже. Жидкий краска, достар, тоетіне қараңыз, осындай қой болады. И жаңағыдай осындай қанық қып салып беретін болады, достар. Қанық шығып жатыр ақ цвет, Иә, достар, үй жағдайында да өздеріңіз бауырларыңызды жаңағыдай кішкентай інілеріңізбен немесе қарындас әпкелеріңізбен ойнасаңдар, осылай сызып болады, достар. Краска маркермен де болады, бірақ. Бірақ, достар, жаңағыдай жасаған кезде қауіпсіздік ережесін байқаңыздар, сақтаңыздар. Неге? Өйткені көздің мәселесі ол. Өте көп сұйықтық қылып алмаңыздар, достар. Көзге кіріп кетпей бар нәрсе өзінің бабымен. Егер өзіңізге жаңағыдай сенбесеңіз, өзіңізге сенімділік аз болса, онда сызудың қажеті жоқ, достар. Иә, байқау керек. Сезім әдемі шығып жатыр. Медина енді бетке өтіп жатыр. Иә, достар. Күшті шығып жатыр.
Достар, жаңағыдай өздеріңіз пікірлеріңізді комментарийге жазып отырыңыздар, иә. Ал достар, біздің ондай болса нәтижеміз аяқталды. Қараңыздар достар, қалай болды? Мынау Мединанікі, мынау сезімнің сызған достар. Ал кімнің көрініп тұр ма достар? Ал міне кімнің сызуы более-менее өте жақсы ұнады достар. Айта кетіңіздер, иә? Күшті шыққан бір. Олай болса достар, мен осын сызғаннан кішкене өзіме уверенность пайда болды достар. Қазір Человек-пауктың бір-екі позасымен суретке түсіремін ғой деймін, иә достар, иә? Қалай Суреттерін салып қоятын боламыз. Иә достар. Күшті шыққан достар. Бағалап кетсеңіздер болады. Ұнады. Біздің қыздар суретші екен, күшті қылып сызған. Қазіргі трендтегі бояу болды. Өте қатты ұнады бізге. Сіздерге қалай? Иә, дұрыс достар. Әдемі шыққан, әдемі аха. Достар, бізге подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңдар, комментарий жазып Кетіңіздер, иә? кетіңіздер. Бізде Медина, иә дейді. Біздің блог осымен аяқталды достар. Бізбен бірге әрдайым болыңыздар достар. Рахмет, қош, сау болыңыздар.